Кайырлы кеш, каалайсыздар? Бүгүн профессионал камерага эмес, ашейин телефондун фронт камерасына видео жазып отурмун. Көрүп тургандарыңыздай, мен перзентканадамын. Алланын каалоосу менен 1-желтоқсан күнү 3 сабийimiz өмүргө келди. Кыз бала, исимин де койду акеси. Ерекше кылып босануу калай өттү? Булдун баарын тампиштеп айтпаймын. Осы жолу ерекше болду мен үчүн, өйткөнү бир саналуу түрдө ар бир толгакты сезинип, соган достойно проживать эткен бир кезең болду деп айта аламын. Я молодец дедим го. Я вообще бойго шыдай алмайтын адаммын негизи, ауырганга паникага түсүп кететін адаммын негизинен. Бирок осы жолу тыныс алуу, дурус дем алуу аркылуу мен толгакты, эми ар толгактын узактыгы 30-40 секунд кой шамамен. 1 минут, ар кетсе 1,5 минут. Жалгастырабыз. Эң басты мен үчүн жаңалык ол менин сол толгактын ауырганына, ягни дурус тыныс алуу тәттүү босануудун эң тиімді, оңай ары инструменти. Тыныс алсаң, мисалы айкайламай толгак кыскан немесе толгак келген кезде корккандан катып каласың го, тыныс алмай, сондай кичигирим кателиктер жибермей, наоборот, секунд 40-30 тыныс алсаң, где-то бир 3-4, максимум 5 рет терең тыныс аласың, уже 30-40 секунд өтүп кетет. И ол кезде толгак уже бүтүп те болот да. И бир 2-3 минут дем аласың. Фокусуңду толгакка эмес, өзүңдүн тыныс алууңа койган кезде достойно проживать этүүгө болот экен. Толгакты жеңилдететін түрлүү нерселер бар ғой. Көп адамдар айтат: курма же, ананас же, кафмарямыш, башка да чайдын түрлөрү бар, солардын баардыгын айтат. Толгакты жеңилдетет. Каким образом? Мисалы, калай жеңилдетет? Кай кезде ичкен дурус? Онун баарын негизи билүү керек. Олардын баары негизинен жатырды жыйырууга, ягни толгак чакырууга арналган медициналык эмес, калктын арасында кеңинен тараган дастүрлүү дейми, не дейди? Сондай адистер болуп саналады. Дарыгерлердин алдымен кеңесин тыңдаган дурус, өйткөнү сиз кандайдыр бир нерсе ичип дайындалайын деп өзүңүз жүрсөңүз, организмиңизге алдымен врач менен акылдасыңыз. Бола ма сизге? Мисалы, менин жиберген кателигим, менде де жалпы барлык босануу кезиндеги окшош жагдай. Мен соңку срокко дейин жүрөм, 41-40 аптага дейин. Ал казыркы кезде по протоколу 37-38 уже доношный срокта, эрте доношный срок болуп саналат. Ол кезде тууган эң оптималды убакыт. Сол үчүн дарыгерлер уже 40-ка кетсе, 41 болсо уже уайымдап баштайт. Толгакты жеңилдететін, толгакты чакыратын, жалпы дарыгер тагайындалмаган нерселерди колдонатын кезде алдымен өзүңүздүн жагдайыңызга караңыз. Менин жалпы жиберген кателигим, 3 босануу кезинде де менде шейка матка дейди, менде кеч тайм болот. Дарыгерлер 38 деп баштап уже карай баштайды го, бакылай баштайт. Сиздин шейка маткаңыз алдымен дайым болмаса, боска толгак чакырып керек эмес. Өзүңүздү кыйнап коесуз экенсиз. Барлыгы өзүнүн убакыты менен келеди. Мен өзүм күлөмүн го. Менде барлыгы табигый таймер, эч кандай протоколго, стандартка багынбайт. Менде табигый таймер өзүнүн убакыты менен келет толгак деп. Бирок десе де адамдардын барлыгы уже 38-39, даже одан да эрте срокто босанып, солай болуп жаткасын, сенде асыгат экенсиң, бейсаналуу түрдө уайымдай баштайт экенсиң. Ары 9 ай бою көтөрүп шаршаганың бар, тезирээк жеңилдегиң келеди. Сонымен сенде олардын жанагы айткан нерселерди калай жасаганыңды билмей каласың. Бирок алдымен өзүңдүн агзаң дайым болуу керек. Мен жолдошума жанагы
Каф Мариямды заварить етіп алып кел дегем ғой. Алып келді, термоспен ішіп қойып жатырмын. Негізінен таңғы 4-тен басталған ложный схватка. Ложный дейма, хабар беруші толғақ қой алдыңғы. Таңғы 4-те басталды, біз 7-де келді перзентханаға. Одан кейін тоқтап қалды. Бірақ стационарға қалдырды. Барлығы айтады, жаңағы предвестник, ложный схватка ғой. Дайындалып жатыр организмің деп. Маған ол непривычно, маған меніңше келдің уже 2 сағаттан босану керексің деген сияқты сондай бір стереотип бар менде. Өзім жатқаныма біртүрлі кінәлі сезініп, қой ана шайымды алып кел деп жолдасыма алдырып ішіп жатсам, қайттан басталды да. 10 минут басталды, арасы 5 минут. Сосын қайта дәрігерлер шақырам, кнопканы. Айтады, әлі асықпа. 10 минут болған кезде шақырам ғой. Әлі асықпа, там стабильно 5 минут сайын болады, еще оның ұзақтығы 1,5-2 минут болады. Сенде қысқа, еще несі арасы өте ұзақ деп сөйдейді. Сонымен жаңағы акушер келеді қасыма, дежурный түн болып кеткен 11 ма. Бір келді, отырды қасымда ішімді ұстап толғақ кезінде. Қасында бір адам болған негізі жақсы екен сол кезде. Бірге санайсың да, уже кетті, толғақ келді деп сен алдап кішкене сөйтіп көңіліңді бөліп отырады. Ол айтады, бір отырды да, ана термостың ішінде не бар дейді маған айтады. Мен айтам, чай бар, осындай десем. Оны ішпе, сен бекер ішіп жатсың. Сенде шайқа дайын емес, схватқа келеді, босқа жаныңды қинап жатсың деп сөйлейді. Мен ойланып қалдым шынымен де. Неше түрлі историялар айтады, жаңағы тоже біреу касторовый масло дейді ғой, соны ішу деген бар ғой. Соны ішіп алған, толғақпен келіп тұр дейді, 37-38 аптада. Бірақ шайка жоқ, вообще 0 дейді да, тым дайын емес. Сөйтсе, сол алдыңғы босануларым сол аптада болған, срогым асып батыр деп сондай уаймен жаңа касторовый іше салған ғой. Касторовый масло толғақ шақырған, жатыр жирған, бірақ жаңағы не? Жатырдың мойны дайын емес бала шығуға. Сол үшін де алдымен дәрігерге көрініп, жатырдың мойны дайын ба, дайын емес пе? Оны қалай дайындау керек, сол жақтан бастап дайындау керек та, негізінен толғақ шақыратын әдістер өте көп негізі. Оның дайын болуы ол тікелей организмге байланысты. Өзінің табиғи дайын болу механизмі бар. Негізінен мен қарадым, ол көбіне бір босаңсыған, релакс күйде болған кезде ашылады екен. Мынандай жаттығу істе деген сияқты. Тревожить ететін состояниеде емес, тыныш күйде болған кезде, сен ұйықтаған кезде, көбірек демалған кезде, ол сол кезде дайын болатын дүние екен. Сол үшін маған дәрігер айтады, сен ұйықтадың ба, сен ұйықтап ал дейді да. Сөйтсем ол ұйықтаған кезде жатырдың мойны ашылып, солай өзі дайын болады екен. Сондықтан артық қыламын деп тыртық қылып алмаңыздар. Және де жатыр мойны ең үлкен қауіп. Сіз схватка шақырдыңыз, схватка толғағыңыз бар, бірақ жатыр мойны ашылмаса, әр толғақ сайын баланың жаңа ктг-дан көретін шығарсыз өзіңізде. Жүрек соғысы нашарлайды да, жүрегі кәдімгідей нашарлап, потому что ол да жұмыс істейді ғой. Құр босқа баланы қинап қоясыз да екі ортада. Футболить етесіздер, короче. Сол үшін де бұл рисковать етуге болмайтын дүние. Алдымен баланың өмірін рискке, тәуекелге тікпеу керек. Сол үшін мамандармен, дәрігерлердің тағайындауымен ақылдаса отырып жұмыс істеу керек. Біз негізінен дәрігерлерді артық мазалағымыз келмейді кейде өзіміз шешім қабылдап, қателік жасап жатамыз. Сол үшін де қандай кез келген сұрақ бойынша денсаулыққа қатысты ол жерде сіз емес, балаңыз да бар. Екі өмірді тәуекелге тікпей, алдымен дәрігерге жүгіну керек. Енді дәрігерлердің де әртүрлісі болады. Кейбір дәрігерлер обратный связь береді, дер кезінде направлять етеді керек жерге. Кейбір дәрігерлер бар, сенің айтқаныңды еркелік, тәлпіштік деген сияқты қарайды да.
критиковать этуі мүмкін, ондай болады беременность кезінде, это не болезнь анау мынау деген сияқты да. Вот саған эмпатия танытпауы мүмкін. Ондай дәрігерлер менің де өмірімде болған. Сол үшін де маған маңызды дәрігердің менің айтқаныма реакция беруі, кері оң байланыс беруі, дұрыс бағыт бағдар беруі, дұрыс маманға жіберуі деген секілді. Әр жолы бір арызбен келсем, сол жаңағы менің арызым бойынша керек мамандарға мені бағыттап отырды. Солай айтайын дегенім осы. Сау болыңыздар, комментарий жазыңыздар, бөлісіңіздер. Енді босанайын деп жүрген достарыңыз, құрбыларыңыз, әпке-сіңлілеріңіз болса, осы ақпаратпен бөлісіңіздер. Пока-пока.